Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 1 сәуір түні Қазақстан мешіттерінде тарауих намазы оқылып, ораза басталды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ораза 2 сәуірде басталады деген шешімді Өзбекстан және Қырғызстан еліндегі әріптестермен кеңесе отырып қабылдаған. Қазақстанның барлық аймағында тарауих намазы оқылды. Бұл құлшылық Рамазан айы біткенше жалғасады. Бұған сәйкес биыл Рамазан айы 2 сәуірден басталып, 1 мамырда аяқталады. Ораза 30 күн болмақ. 2 мамыр ораза айт күні. 27 сәуірден 28 сәуірге қараған түн қадір түні. Сондай-ақ биыл пітір садақа мөлшері 500 теңге болып белгіленді. Пітір садақаның мөлшері Қазақстан бойынша 2 келі ұнның орташа бағасымен есептелді. Ал ұнның бағасы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қала және облыс өкілдіктерінің берген мәліметі негізінде анықталды. Бұдан бөлек мүфтият әр өңірге арналған арнайы ораза кестесін дайындады. Толық тізімді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайтынан көре аласыз. Қазақстан мен Оңтүстік Корея 1 сәуірден бастап визасыз режимді қалпына келтіреді. Оны бұған дейін Оңтүстік Корея тарапы COVID-19 пандемиясына байланысты тоқтатқан болатын. Осылайша Қазақстанның ұлттық төлқұжат иелері Корея Республикасына қайтадан 30 күннен аспайтын мерзімге визасыз кіре алады. Алайда Оңтүстік Кореяға жұмыс істеуге, оқуға немесе тұруға баратын ел азаматтары виза алуға қажет. Сонымен қатар қазіргі уақытта шетелдік азаматтары Оңтүстік Корея Республикасына кіруін авторизациялаудың кета электрондық жүйесі жұмыс істейтінін ескеру қажет. Оған сәйкес елге визасыз режим негізінде келетін шетелдіктерге ұшуға дейін кемінде 24 сағат бұрын keta.go.kz сайт арқылы жоспарланған сапар туралы электрондық хабарлама түрінде өтініш беру және кейін Оңтүстік Корея билігінің елге кіруге рұқсатын алу талап етіледі. Мұндай рұқсат болмаған жағдайда әуе компания ұшаққа бортқа отырғызудан бас тартуға мәжбүр болады. Министрлік Оңтүстік Кореяға сапарлайтын азаматтарға осы елдегі пандемия ережелері туралы ақпаратты Қазақстан Республикасындағы Корея Республикасының консулдық мекемелерінде алдын ала нақтылауға кеңес береді. 29 наурызда Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы Берік Уәли қызметінен босатылып, мемлекеттік хабар агенттігі телеарнасының басқарма төрағасы болып тағайындалды. Ал президенттің жаңа баспасөз хатшысы әлі де тағайындалған жоқ. 29 наурызда Стамбулдағы Долмабахче сарайында Украина мен Ресей арасында тағы бір келіссөз өтті. Украина бейбіт келісімге қол қою процесі соғыс тоқтаған жағдайда тыныштықта өтуі тиіс деп мәлімдеді. Ал Ресей тарабы Украина ұсынған келісім Қырым мен Донбас аймағына жүрмейді. Ал Ресей Украинаның Еуропа одағына мүше болуына қарсы емес деп мәлімдеді келіссөзден кейін. Украиналық делегация Стамбулдағы келісімге Украинаның қауіпсіздігіне кепіл беретін халықаралық келісім әкелген. Бұл келісімде Украина тарабы Ұлыбритания, Қытай, ақш, Түркия, Франция, Канада, Италия, Польша және Израиль Украинаның қауіпсіздігіне гарант болатын елдер ретінде ұсынған. Кейбір елдер гарант болуға алдын ала келісімін берген. Донбас және Қырым мәселесі реттелген жоқ. Сондықтан гарант елдер бұл территорияларда жұмыс істемейді. Бірақ біз әлем мойындаған Украина территориясын ғана мойындаймыз деді Украина делегациясының жетекшісі Давид Арахамия келіссөзден соң. Мәскеу делегациясының жетекшісі Владимир Мединский Стамбулдағы келіссөз конструктивті түрде өткенін мәлімдеді. Ресей Украина ұсынған атысты тоқтату бойынша келіссөзін қарастырады және бұл жайлы президент Путинге хабарланады. Бейбітшілік туралы келісімді екі елдің сыртқы істер министрлігі реттеген соң Путин мен Зеленский кездесуі мүмкін деді Мединский келіссөзден соң. Стамбулдағы келіссөз жүріп жатқан тұста Ресей тарапы Киев облысы мен Чернигов облысындағы әскери шабуылын бәсеңдеткенін жариялады. 29 наурызда футболдан Қазақстан құрамасы өз алаңында Молдованы пенальти сериясында ұтып, Ұлттар лигасының С дивизионында орын сақтап қалды. Молдовалықтар ойынның 13 минутында есеп ашты. Гол авторы Игорь Армаш. Ойынның негізгі уақыты 0-1 есебімен аяқталды. Еске салайық, Кишиневте өткен ойында Қазақстан 2-1 есебімен ұтқан, ал екі ойын қорытындысы бойынша 2-2 тең түсті. Сол үшін ойын ережесі бойынша қосымша уақытпен жалғасты. Қосымша берілген 30 минутта есеп өзгермеді. Осыдан кейін пенальти сериясы белгіленіп, Қазақстан 5-4 есебімен басым түсті. Шешуші голды Георгий Жуков салды. Апта легі осындай жаңалықтардың толық нұсқасын қазақ news.kz сайтынан оқи аласыздар. Сау болыңыздар.